Ертеде аспан мен жерді билеген Адиннің жарық және қараңғылық атты екі қызы болыпты. Екеуі де керемет сұлу болғанымен өмірлері мүлде басқа. Жарық пайда болған кезде адамдар оны гүлдермен, сумен және басқа да асыл заттармен қарсы алды. Екінші жағынан қараңғылық пайда болған кезде тыныш түннен басқа ештеңе болмады. Әйтсе де қараңғылық бұған ешқашан мұңайып, әпкесін қызғанбаған. Ол үнемі ай сәулесімен ойнап, шырылдап, ән шырқап, адамдардың ұйқысын мұқият қадағалап қорғайтын. Бір күні Адин екі қызын Афинаның сарайына шақырды. Жарық пен қараңғылық, менің сендермен бөлісетін маңызды жаңалықтарым бар. Бір адам бізге опасыздық жасады. Ол көптеген адамдарды өзінің соңынан ертіп, адамзат жеріне апарып, онда үстемдік ету жоспарымен зиян келтірді. Мен оны тауып жоямын. Ол күшті жау. Оны жойылатын жалғыз нәрсе ергежейлілер мың жыл ұмытып, адамзат жерінде кезіп жүрген жез қылыш. Мен ол қылышты табамын. Жарық, қараңғылық, бұл қылыштың теңдесі жоқ күші бар. Бірақ оны жарқыратып, оны тек дұрыс адам ғана көтере алады. Ал сен екеуің оның қожайыны болып таңдалғансыңдар. Қылышты тауып, міндеттеріңді орындауға асығыңдар. Кім жеңсе, мен оны адамзаттың билеушісі болуға рұқсат етемін. Сен жүз семсермен таңдалған және адамзаттың ең жоғарғы билеушісі болуың керек. Дұрыс, мен таңдалған адамын. Артымнан ерген кішкентай қыз қараңғылыққа келсек, ол тек жолға түсті. Жарық адамзат жеріне енді ғана аяқ басқан кезде, ол адамдардың апат белесі қаскөйдің көмекшісі тудырған дауылдар мен су тасқындарымен күресіп жатқанын көрді. Дауылдарды, бұлттарды сейілтіп, адамдарға бейбіт аспанды қайтарды. Жұрт бақыттың нұр перісіне алғыс айту үшін жерге тізерлеп отырғанын көрді. Оны естіген соң сіздің досыңыз ашуланды. Төкпе, ол үшін төлеуге тура келеді. Ұстаз, сабыр етіңізші. Менде жарық пен қараңғылық бір-бірін құртып, жоғалған жез қылыш сенің қолына түседі деген жоспар бар. Жұмысың жақсы. Табысты болсан, саған үлкен сыйлық беремін. Ағаштың артында тұрған Әсен халықтың апат қалдықтарын жинап жатқанын көрді. Күн мен түннің ауысатын сәті де келді. Қараңғылық пайда болды және көмектесуді ұсынды. Жарық мұны көрді және бірден айдың барлық нұрын сору үшін қолын созды. Қараңғылық өткен жерді қараңғылықты жауып тастады. Бұл адамдардың ештеңе көре алмауына келді. Сондықтан олар тоқтауға мәжбүр болды. Көрдің бе? Сенің сыртқы түрің жағдайды нашарлатады. Адамдар мені қалайды. Қылышты маған бергенің жөн, таңдалған мен боламын. Тау басында отырып, мұңайып, адамдар тастап кеткен жабық үйлерге қарап отырды. Осы кезде алыс таудан нұрлы бір нұр түнгі аспанға түсіп, қараңғылықтың оянуына себеп болды. Бұл жез қылыш болды. Жарық аспаннан әпкесінің қылышты тапқалы жатқанын көріп, артынан қуып, Тера тауына жеткенде, жарық күшін тез арада күнді көтеруге жұмсап, таңның әдеттегіден ерте атуына себеп болды.
Әлі менің уақытым бар. Неге ертерек көріндің? Сенің жарығын жез семсерін жоғалтты. Мен адамдарға көбірек ұнайтындықтан мен ертерек келемін. Мен қылышты өзім табамын, уайымдама. Қараңғылық ашуланып кетіп қалды. Жарық тауды айналып жүрді, бірақ қылышты таппады. Жарық пайда болғаннан бері қылыштың нұры да сөнді. Неге қылыштың ізін тек қараңғылық көре алды? Бұл әділетсіздік. Сәлеметсіз бе? Менің қожайыным. Мен Әсенмін, жеңімпаздың қызметшісі. Мен өзімді таныстыру үшін келдім. Жез семсерін алатын адам сенсің. Сен кімсің? Сіз мұны қайдан білесіз? Мен қылыш иесінің қызметшісімін. Мен болашақтан саған хабар беруге келдім. Қараңызшы, сіздің күшіңіз қаншалықты зор, бірақ қараңғылық кедергі. Иә, ол қараңғылықты не істеймін? Ештеңе істеудің қажеті жоқ. Қараңғылық қылышты іздесін. Қараңғылық қылышты тапқанда сен пайда болып, қараңғылықты жарық торына құптайсың. Осылайша сізде бәрі болады. Түн болды. Семсердің нұры пайда болды. Қараңғылық қиындыққа қарсы болмады. Жарықты қуып, Тераның тасты шынына жетті. Қараңғылық барын салды, бірақ әлде көтеріле алмады. Осы кезде жарық пайда болды. Ол кенеттен сіңілісін құлатып, тәжін алып, қараңғылықтың барлық күш қуатын жоғалтты. Сен ол қылышты алуға жарамсызсың. Осылай жарық семсер жесті қолына түсіру үшін қараңғылықты Тера тауының етегіндегі жарық торына қамады. Иә, бұл неге? Өйткені сен лайық емессің. Қаскөй мен Әсен өз қақпанына түсіп қалған жарыққа мысқылдай күліп, ойламаған жерден пайда болды. Сен өзіңді менен күштімін деп ойлайсың ба? Мырза, сіз ең күшті адамсыз. Жарық Әсенге таңдана қарады. Оның барлаушы екені белгілі болды. Мына қарғысатқыр қылыш. Сен не мен сияқтысың? Қаскөй жарыққа ашулы қарады да, өзінің тізбегімен жарықтың айналасын қоршап, жарықты тау басына, жез семсерінің қасына іліп қойды. Бұдан былай сіз Тера тауының шында өмір бойына түрмеде тұрасыз. Және адамзат маған қызмет ету үшін сіздің нұрыңыздың астында үздіксіз жұмыс істеу керек. Қараңғылықпен күресуге көмектескеніңіз үшін рахмет. Қаскөй мен Әсеннің арқанынан босап шығуға тырысып жатқанда, олардың ұшып бара жатқанын көріп, жарықтың жүзі қарайып кетті. Бірақ оның қолынан келмеді. Содан бері адамдар тек жарықта өмір сүріп, тынымсыз еңбек етті. Тұрақты жарық өсімдіктердің өлуіне де себеп болды. Жағдай өте аянышты болды. Таудың басына нұры байланып, халықтың өміріне үлкен өкінішпен қарап тұрды. Жарықтың үстінен шағымдар мен айыптаулардың дауысы барған сайын күшке түсті. Жарық пен қараңғылық оның қолына түссе де, қаскөй жез семсеріне алаңдай берді. Оракулдың айтуы бойынша, сол екі пері бірге жұмыс істемесе, бұл қылышты көтеру мүмкін емес. Ал қазір екеуін де біз басқарамыз. Осы кезде қараңғылық жарықтың торына қамалып, барлық күш қуатынан айырылды. Жарықтың қаскөйдің тізбегіне байланып, қиналып жатқанын көріп, адамдар өз өмірін қатерге тігіп, қашып құтылу үшін торды бүгу керек еді. Ол сол үшін айқайлады. Ауыр сыну жану. Қараңғылықтың тәжін жарық алғандықтан, қараңғылық енді қарапайым адам болды. Ал қараңғылық өзінің әпкесін құтқару үшін, Тераның қауіпті жартас шыңына шығу үшін жалаң қолын пайдаланды. Қараңғылық келгенде жарық қараңғылықтың жараланғанын және оның қолдары қатты күйіп қалғанын көрді. Ол өкінді де, қараңғылық
Қараңғылыққа тізесінде тығылып жатқан тәжін тез көрсетті. Қараңғылық басына тәж киді. Қараңғылық пайда болды. Қараңғылық бар күшімен Қаскөйдің жібін үзу үшін айғайлады. Жарық екеуі бірігіп, қараңғылыққа алғыс айтып, қуана жүгірді. Қаскөй қараңғылықтың айқайын естіп, тез арада пайда болды. Ол екі апалы сіңілінің бос екенін көргенде қатты уайымдады. Қаскөй қараңғылықты сиқырлауға тырысты. Жарық апасын құшақтап екеуі жерге құлады. Екеуі бір-біріне көз қысып, семсер жеске қарады. Қаскөй дірілдеп, апалы сіңілдерге күшті энергияны жарылту арқылы қарсы тұруға тырысты. Дәл осылай апалы сіңілдер сенімді түрде Қаскөйге қарай ұмтылды. Қаскөй өлімші түрде жараланды. Содан кейін кен қуысқа жоғалып кетті. Содан бері күн мен түн алмасып, адамзат елі қалыпты өмірге қайта оралды. Жарық пен қараңғылық үйлесім тауып, адамзат жерін бірге биледі. Күн мен түннің әр қиылысында жарық жез семсерін қараңғылыққа қайтаратын.